сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Гүзел айта алмаған сыр арнасына қош келдіңіздер. Жәмиланың бойын мазасыздық билейтін. Үйден шығып кетудің сылтауы әрдайым табылатын. Дәл осы уақытта далаға шығу ол үшін тым маңызды еді. Барып Тәлиғадан хабар ошар білейін деп сылтауратады да, басына шәлісін іліп, аяғына пимасын сұға салады. Анасы оған қолын бір сілтейтінде қоятын. Анасы қараңғы кілетте бірдеңені салдырлатып жүреді. Інілері пеш үстінде мысықпен ойнап, улап-шулап жатады, ал төргі үйдегі сәкіде, майшамның жарығында әкесі отырады. Ештеңе істемейді, үнсіз, тынбай демалады. Әкесі қатты шаршайтын. Осылай ештеңе ойламай, мелшиіп отыру ауыр жұмыс күннен кейін ол үшін бір ғанибет, ерекше бір тынығу еді. Далаға шыққан соң, Жәмила өз үйінің терезелерінен сәл ұзаңқырап барып, биік ат қораның қақпасының жанына тұра қалатын. Қос қолын қара тонның жеңіне тығып алған. Лаулап батқан күннің шапағымен оның жүзі піл сүйегінен қашып жасағандай құлпырып кетеді. Митрофановкадағылардың бәрі ауқатты, орташа шаруа Аманжол Құдияровтың қызының сұлулығын жарыса айтатын. Жәмила ат қораның қарсы алдында күтіп тұр. Ол дәл осы уақытта үйлерінің жанынан Мұраттың өтіп баратынын жақсы біледі. Мұрат Пірәлиевтердің үйінде өтетін әлде бір жиын қорытындыға бара жатады. Ал Жәмила оған мүлде бұрылып қарамай, бұл жерде кездейсоқ тұрғандай кейіп танытады. Мұрат оны дауыстап шақырғанда ғана, асықпай, құдды бір қаламай тұрғандай сынай танытып, немқұрайлы үнмен: «Ассалаумағалейкум, Мұрат. Қайда асығып барасың?» дейді. Білмей тұрғандай сұрайсың-ау, жиналысымыз бар ғой. Сені шақыра-шақыра шаршадым. Қойшы деп ол қолын сілтей салады, бірақ жігіттің жақын келгеннен жүрегі атқақтап сала береді. Мен қалжыңдап тұрғаным жоқ. Біздің қатарлы қыздар тізімге жазылып жатыр. Қайдағы тізім? Қалай қайдағы? Тілектестер қатарына. Ал сен ше? Жігіт жан-жағын алақтап, ешкімнің жоқтығына көз жеткізген соң, оның шынтағынан ұстап, өзіне қарай тартады. Қыз жұлқынбайды, қарсылықта білдірмейді. Бұл жағымды көнгіштік Мұратты қуантып тастайды. Жәмила оған қатты ұнайды. Айналада бұдан асқан сұлу қыз жоқ. Ол қызды құшағына қысып, қалың киімнің сыртынан болса да, оның пәк тән жылуын сезінеді. Бұл оның қанын асырды. Ол қызды қаттырақ қысқанда ғана, Жәмила қос қолымен жігіттің кеудесінен итеріп: «Мұрат, қойшы енді» дейді, бірақ құшағынан ажырағысы келмей тұрғандай. Жәмиланың өзіне ғашық екенін ол баяғыдан біледі. Әлі сөз салып құда түсе қойған жоқ, бірақ бәрі соған бара жатыр. Қыздың сауатсыздығы, мәдени әрі саяси тұрғыдан артта қалғаны жігітке еш кедергі емес. Ол өзінің болашақ жарын дәл осылай сабырлы, биязы, сұлу әрі шаруаға пысық күйінде елестетеді. Ал артта қалғандығына келсек, әйел затына оның не керегі бар? Өмір ақ бәрін үйретіп алады. Өзі де әлі сылып, мына жаңадан келіп жатқан аласапыран өмірдің ақ қарасын ажыратып үлгеруі керек қой. Ал содан кейін өмір теңізі тулап, жаңа леппен, батыл өзгерістермен көлеп, ескі тұрмыстың қалдықтарын күл-парша етті. Жеңімпаз революция ел ішінде салтанатты шерумен адымдап келе жатты. Осы бір өзгерістер мені айналып өтеді деп үміттенген жанның соры сорылады. Тарихи миссия өз дегеніне аяусыз жетіп жатқан еді. Жаңа билік және жаңа қонақ Аманжол аға артельге кіру керек. Мұрат Құдияровтардың үйінде төмен қарап отырды. Бүгін Жәмиланың өзі таң қалды. Мұрат олардың үйіне өзі бас сұқты. Жүгіріп жүріп, жер өлшеп жүрмін. Сендер алдымен сол артельдеріңді құрып алыңдар, содан кейін адам жинаңдар. Адамсыз қандай артель болмақ? Міне, әлі ештеңе жоқ. Бірақ бізге қаладан маңызды адам жіберіп жатыр. Сол басты бақылаушы болады екен. Нәлет деп басын шайқады Аманжол. Ол бізге жат адам. Жаттың аты жат. Көрерміз. Аманжол жаңа билікке сенбеді. Өз шаруаңды тақыр кедейлерге беріп қою өзіңді тіршілікте тірідей тентіретіп жіберумен тең. Ал мына Мұрат несіне мұнда салпақтап жүр? Деп іштей сезді. Жәмилаға сөз салғысы келеді. Бірақ қызы әлі тым жас қой. Небәрі 17 жаста, әлі оң солын білмейді, әке шешесінің қасында біраз есейсін.
Аманжол өз ішінен қызына тамсана қарайтын. Жәмила шешесіне тартқан. Сүйегі нәзік, шашы қалың әрі қатты, бұрымы ауыр, ал терісі бекзаттардыкіндей аппақ. Аманжолдың әйелі кедей кепшіктің ортасына кездей соқтап болған байдың тұқымынан еді. Ал қызының көздері кешкі көлдей тұңғиық көп-көп. Бұл да шешесінен дарыған. Мәриям екеуі өмірде балалы боламыз деп мүлде ойламаған еді. Уақытында емші балгерді де аралады, жылатты. Аманжол әйелін аяйтын, өзі де балалы болуды армандайтын, бірақ ақыры тағдырға көнді. Осы көнуден кейін ол шаруаға бір жола берілді, әйелін де тартты. Екеуі де жоқшылықтан шыққан соң қайтадан таршылық көргісі келмеді. Малды көбейтті, үлкен жер телімін өңдеді. Жұмыс ауырлағанда жалшы да жалдап тұратын. Бірақ бір жалшыдан артық ұстаған емес. Бәрін өздері істейтін. Содан жастары 30-дан асқанда Мәриямның бойына бітті, шөп шауып жүріп құлап қалды, айналасына жұрт жиналды. Күлсін апай. Мәриямның ай күні жетіп тұр екен ғой, деді. Сенбеді, үйде күлісті, бірақ бәрі шындық болып шықты. Осылайша көптен күткен сұлу әрі жуас Жәмила туылды. Бұдан асқан қуаныш болмады. Ал содан кейін 10 жылдан астам уақыт бойы тағы да бала болмады. Мәриямның жасы 40-тан асқанда Нұрбол мен Бекбол деген егіз ұлдар дүниеге келді. Жәмиланы бала күтуші етті де, өздері екесе күшпен шаруаға кірісті. Балалар бар, енді дүниені кімге қалдыратыны белгілі. Өмір бойы бекер бел бүкпеген екен. Құдай олардың адал еңбегін көріп, мұрагер сыйлады. Бірақ бір қайғы болды. Бекбол аурушаң болып туылды. Басында байқамады, жай ғана кішкентай деді. Ал кейін ол еңбектей бастағанда денесін бір түрлі сүйретіп қозғалатынын көріп, қалаға дәрігерге алып барды. Дәрігер баланың дамуы артта қалғанын, кеміс болып өсетінін айтты. Оған еш шара қолдану мүмкін емес еді. Солай туылды. Енді ол бәрін кеш істейтін болды. Нұрбол бір адым аттаса, Бекбол артынан еңбектеп бара жатады. Бірақ уақыт өте келе ол да аяқтанды, қазір епсіз болса да жүгіріп жүреді. Ұзақ уақыт қасық ұстай алмады, астына жіберіп қоятын. Бірақ кейін бұған да үйренді. Тек қана Бекбол әлі күнге дейін сөйлей алмайды. Жастары 6-ға келсе де, ол тек дыбыстар шығарып міңгірлейді. Міңгірлейді де жымияды. Өте бауырмал, мейірімді, бәріне ашық, бірақ ауру бала. Мәриям мен Аманжол қайғыларын ішке бүгіп, енді тек балаларды өсіріп, өздері өткен соң Жәмила мен Нұрбол бауырын далаға тастамас деп үміттеніп, соның қамы үшін бұрынғыдан да бетер еңбек етті. Үміт пен күдік алмына жақта аласапыран басталды. Мына артель дегенді ойлап тапты. Балалар өсіп келеді, ал сен бар мүлкіңді біреуге бере салуың керек. Жақсы бір жөнді адамға берсеңші. Сен мына Мұратқа ғашық болып қалғаннан саумысың, Жәмилаш, деп анасы қызына көз қиығын тастады. Екеуі аулада сиыр сауып, сүт құйып жатқан. Анасы мұндай әңгімені бірінші рет қозғап тұрған еді. Сондықтан Жәмила қызарып қысылып қалды. Жоқ, жай жүр ғой, деп жауап берді бәсең үнмен. Мен не дейін, Мұрат жаман жігіт емес, анасы да жақсы әйел еді, марқұмның иманы саламат болсын. Ал әкесі ше? Жәмиланы Мұраттың әкесінен бұрын анасының артық ақыл кеңестерінен құтылу қаттырақ мазалады. Әкесі ме, әкесі кәдімгі еркекте. Еркектерде әртүрлі болады. Жәмила анасын жақсы танитын. Егер анасы солай айтса, демек Мұраттың әкесі онша жақсы адам емес. Анасы адамдар туралы жаман айта алмайтын. Мақтауын келістіретін, ал ұрысуды ұнатпайтын, сөзді басқаға бұратын. Анасы өте діншіл еді. Кешкісін қасиетті белгілердің алдында тізерлеп тұрып, беріле мінәжат ететін. Әкең айтады: саған әлі ерте, 1 жыл күте тұр, Мұратқа да айт, асықтырмасын, мына мазасыз уақытта басылар дейді. Қарашы, не болып жатқанын. Әкең түнде ұйықтамай, уайымдап жүр. Ал 1 жылдан кейін күзге қарай көрерміз. Күтеміз, анашым. Ол үйлену туралы ойлап та жүрген жоқ.
Жай ғана келіп кетіп жүр деп күрсінді қыз. Жай жүрсе, жүре берсін, үлгіреді. Екеуі де жас. Оған өзінің жиналыстары қызығырақ. Пимасын шүйіріп, жаңа артельдің орталығына айналған Пірәлиевтердің үйіне жиналатын қыздар мен жиналыстардан оны қызғанып, еріндерін бұртитты. Біздің уақытымыз жоқ. Жақында көктем шығады, ал көктемнің бір күні жылға азық. Олар тек жиналыс өткізуді біледі. Көктемде егістікке де шығар, егер ақылдары болса деп күрсінді Мәриям. Арада бірнеше күн өткенде ауылға қаладан бастық келді. Ол артельдің уәкілетті төрағасы болып тағайындалған жас жұмысшы қызыл әскер Петр Шаров еді. Артель бригадирі Ақсақ Иван Молх Аманжолға келіп, бастықты оның үйіне орналастыруды өтінді. Үйдің екінші жартысын бәрібір жақпайсыңдар, ал біз отынмен көмектесеміз десті. Аманжол артельшілермен мүлде жауласып кетпес үшін келісімін берді. Тұра берсін. Оның үстіне отын берсе. Және мына жаңа төрағаның қандай адам екенін көруде қызық еді. Қонақ кішкентай ғана шабаданмен келді. Үстінде галифе, шалбар, аяғында калошы бар пима. Тіпті былғары етігі де жоқ екен. Мәриям оған таза төсек орынмен бір тілімбәліш апарып берді. Тұрғын алғысын айтып, еш паңданбады. Әйелі күйеуіне оны бірге тамақтануға шақыру туралы айтып көріп еді, бірақ Аманжол бұл ойын бірден тыйып тастады. Оның кетелінің өзі жамау. Ох, қандай бастық келген, деп күрсінді әйел. Бірақ уақыт өте келе, қаласаң да, қаламасаң да қарым-қатынас орнады. Бұған қонақтың өзі де септігін тигізді. Ол өте қарапайым еді, жан дүниеңе келікпейтін, артельге кіруді талап етпейтін. Таңертең кетіп кешкісін келетін, айналаны аралап, жиналыстарын өткізіп жүретін. Аманжолдың өзіне де білімді адаммен сөйлескен қызық болар еді, бірақ қазіргі билікке ренжулі болғандықтан қонақтан қашқақтайтын. Ал олардың жақындасуына Бекбол себепші болды. Ол өзінің кеміс ақылымен бұл жаңа адамның тек уақытша тұрғын екенін түсінбеді. Ол бірге тұрған соң өз адамымыз деп шешті. Оның қақпадан кіріп келе жатқанын көрсе, алдынан жүгіріп шығып құшақтай алатын. Ал ол баланы қолына көтеріп, оған да, Нұрболға да кәмпит беретін. Бекбол ешқандай шекараны білмейтін, оның бөлмесіне де еркін кіретін, ал қонақта бұған қуанатындай көрінетін. Бекболды құшағына алып отырып, кітаптарын оқитын, Ленин туралы айтып беретін. Ал тұрғынның қабырғасында көсемнің әдемі жақтауға салынған суреті ілулі тұрған, оны бір жерден алып келген екен. Саня Мәриям немесе Жәмила іздеп келіп алып кеткенше соның қасында отыра беретін. Ақыры Петр олардың дастарханынан табылды. Аманжол екеуі ішімдік ішіп, қазіргі өмір туралы әңгімелесетін болды. Аманжолға Петрдің жаңа өміргеген құштарлығы ауылдағылар сияқты ұшқалақ емес, салмақты әрі ойланып жасалған қадам екені ұнайтын. Ол көбіне кәнігі шаруа Аманжолдың уәждерімен келісетін, бірақ өз дегенін шеберлікпен дәлелдеп шығатын. Ол ұжымдастырудың міндетті түрде сәтті болатынына сенімді еді, бірақ қиындықтардың болатынын да жасырмайтын. Сендіретін, бірақ мәжбүрлемейтін. Мәриям мен Жәмилаға құрметпен қарап, сіз деп сөйлейтін. Аманжол қонақ кеткен соң қатты кейіп, жаман мысқылмен күлетін. Ол жаңа ағымды түсінбейтін де, қабылдамайтын да. Өз билігімен не ұтты? Әй, революционер, тақыр кедей. Дұрыс шалбары да жоқ. Шаруашылық туралы не біледі бұл? Ал Мәриям қорқатын. Не бола екен? Шын мәнінде жұрт айтқандай жеріміз бен малымызды тартып алама. Одан кейін қалай өмір сүреміз? Мәриям күйеуінен жасырын түрде көршінің кір қоңын жуып бере бастады. Тіпті Жәмиланы да ара-тұра оның бөлмесін жинап келуге жіберетін. Оны аналық жүрекпен аяйтын. Жетімханадан шыққан жетім екен ғой деп сұрап білген. Тек сауатты саяси мәселелерде пысық болғаны болмаса, әйтпесе кәдімгі кедей ғой. Сөйтіп тұрғын Шарыфтың үйі бірте-бірте артель белсенділерінің бейресми орталығына айналды. Жоқ, жиналыстары бұрынғыша Пірәлиевтердің үйінде өтетін. Ол жерде адамдарды артель тіркейтін, құжаттарды сақтайтын, артельдің малын да сол аулада ұстайтын. Бірақ Аманжолдың үйіне, Петрдің қасына да жұрт жиі келетін болды. Олардың ішінде белсенді Мұрат та бар еді.
Жас келімсек Мұрат үшін жаңа заман азаматының идеалына айналды. Ол оған қарап бой түзейтін, үйренетін, оның сөздері мен қимылдарын қайталайтын, әдеттеріне тамсанатын. Петр бұл бауыр басуды байқады, жігіттің үй иесінің қызына деген сезімін де, қыздың да оған деген көзқарасын аңғарды. Қыз ғашық екен, бұл жақсы. Ал Аманжол сияқтыларды ол талай көрген. Артель үшін ең ауыр жағдай. Ұжымдастыру үшін орташа шаруа кейде байдан да қиын соғады. Мұнда бәрі өз еңбегімен жиналған. Мұнда айырылып қалу қорқынышы басым. Кедейшілікте өмір сүрді, оны ұмытқан жоқ, сондықтан қорқады, және сенбейді. Көндіру үшін уақыт керек. Және еңбек. Артельдің қалыпты, жемісті жұмысы ең үлкен дәлел емес пе? Сондықтан Петр айналаны шарлап қаржы іздеп тұқым, техника, құрылыс материалдарын тауып жүрді. Қиын болса да көбіне қолы жетіп жатты. Петр революцияға балалар үйінде жүргенде ақ берілген. Жастық шағының бір бөлігі азамат соғысының майдандарында өткен. Ал енді оның ісі артель. Ол өз ауданның барлық дерлік ауылдарында болып, сыртқы наразылықтың, байбалам салған айғайдың және шаруалардың күдікті үнсіздігінің астында бәбір жаңа өмірге деген тең дайындық жатқанына көзі жетті. Мына Митрофановка мен маңайдағы ауылдар оның партиялық ісі, өмірінің мәні, партия тапсырған іс еді. Бұл істен басқа оның ештеңесі де жоқ еді. Тіпті өз үйі де болмады. Петр небәрі 29 жаста еді. Ал сен, Ербол, біреудің шалбары мен белбеуін тағып, мықты болып жүрсің бе? Чфу! Деп Серафима кемпір таяғына сүйеніп түкірді. Жер мұндайларды қалай көтеріп тұр екен? Күні кеше жалаң аяқ жүрген Ербол белсенді болып шыға келді. Көрші ауылдағы ауқатты Матыгиннің белбеуін көбі білетін. Қожа оны мерекелерде, ерекше жағдайларда тағатын. Ал енді Матыгиннің отбасын тәркілеп Сібірге айдап жіберді. Сондықтан оларды бәрі аяйтын. Ал Ерболды сыйламайтын. Мұндайды қалай сыйламақсың? Артель үшін көктем өте ауыр болды. Артельшілер күн батқанша жұмыс істеді. Еңбек күндер өнімге байланысты еді. Оған жарты келіден бір келіге дейін нан тиетін. Бірақ бұл, әрине, отбасын асырауға жетпейтін. Бәрінің қанын ішкен жалқауларға шағымданып ұрсатын. Артель таршылық көрді. Адамдар отбасылармен ауылдан көше бастады. Аманжол табаламады, оған уақыты да жоқ еді, тек қабағын бұрынғыдан да бетер түйе түсті. Сенің қамбаң толы болып, ал қасыңда көршінің балалары аштан бұралып жатқанда қалай өмір сүрмексің? Ал өз мүлкін тегіннен тегін бере салуға ол үйренбеген. Сүт пен етті базарға алып барды, бірақ сатып алатын ешкім жоқ. Ақша жоқ, тек еңбек күн. Түкірді де қолын бір сілтеп етті мұқтаж көршілерге таратып берді. Міне дегендеріне жеттіңдер ме? Жеттіңдер, деп айғайлады ол Петрге. Иванниковтар деген отбасы бар еді, 3 жолымен оларда көшіп кетті. Петр өз дегеннен қайтпады. Бәрі болады, бірақ бірден емес. Ал Аманжол түкіріп ашумен есікті тарс жауып кететін. Олар ұрсысып біраз уақыт амандаспай жүретін, кейін суысып артель туралы алғашқы әңгімеге дейін тату тұратын. Осы бір аласапыран мен уайымдарға, қорқынышты қауесеттерге қарамастан, Жәмила бұл кезеңде бақытты еді. Ол не істесе де, ат жетектеп жер жыртса да, тұқым сепсе де, үй шаруасымен айналысып, інілерін бақса да, қолмен егін орса да, мал азықтандырып, сиыр сауса да, немесе ұшық иіріп отырса да, тек өзінің сүйікті мұраты туралы ойлайтын. Ол әкесінің жаңа билікпен соғысқанын қойып, мүлкін бұрыш-бұрышқа тыққанын тоқтатқанын қалайтын. Әкесі оған жаңа, тамаша өмірді түсінбейтін сауатсыз шал сияқты көрінетін. Ол Мұратқа сенетін. 17 жаста сүйіктіңе қалай сенбейсің? Тек соған ғана сеніп, содан ғана үміт күтесің. Ол өзінің қыздық ал-қызыл әлемінде өмір сүрді, өзі сеніп үйренген жандарға әкесі мен анасына толық арқа сүйеді. Ол Мұрат сыйлайтын жарқын болашақтан үміттеніп өмір сүрді. Бірде кезекті кешке кездесуде Мұрат кенеттен: «Егер Құда түсіріп жіберсем, әкең не айтар екен?» деп сұрады. Құда түссе, бойын бақыт сезімі билеп кетті. Ол жігіттің қолын қатты қысты. Анам күте тұруды өтінді.
Әкем әлі ерте дейді, келесі күзге дейін Мұрат деп нәзік үнмен жалына жауап берді. Жақсы, келесі күзге дейін болса күтемін деп уәде берді жігіт. Нұрбол мен Бекбол өсіп келе жатты. Жастары 6-ға толды. Олар да шаруашылықтан өз міндеттерін ала бастады. Нұрбол атты шебер меңгеріп, әкесі жасап берген кішкентай қамшысымен сиырларды өріске айдап қайтарып жүрді. Бекбол бауырының соңынан қалмай, оның айтқанымен жүретін. Нұрбол Бекболға ашуланатын, онсыз да ауыл балалары оларды артельге кірмегендер үшін мазақтайтын. Оның үстіне Бекбол да мынандай. Бекбол түймедақ гүлдерін жинап, анасы мен әпкесін әкелетін. Көрші қыздармен шүберек қуыршақ ойнап, бауырының не үшін азап шегетінін мүлде түсінбейтін. Ақымақсың, Бекбол, ақымақсың. Неге белдемше киіп алдың? Деп Нұрбол жылап жіберердей айғайлады. Әлдекім кеміс баладан маза қылғысы келіп, Бекболға белдемше кигізіп қойыпты. Ал оған ұнап қалған. Белдемше дөңгеленіп айналады, айналадағылардың бәрі мәз болып күледі, ал ол айналасындағы адамдардың бақытты болғанын өте жақсы көретін. Бауыры белдемшені жұлып алып, үйге алып кеткенше айнала берді. Бекбол көзін жыпылықтатып, бауырын аяп ренжіді. Тек не істегені бұрыс болғанын еш түсіне алмады. Кейін Жәмила ғана белдемше киюге болмайтынын түсіндірді. Бекбол түсінген сияқты болды. Бірде 5 бала өзеннен келе жатқанда, алдарынан Қамысты ауылының үлкен балалары шықты. Сөзден сөз шығып, Мақсаттың қармағы мен балығын тартып ала бастады. Нағыз төбелес басталды. Бәрі қан-жоса болып төбелесті, ал Бекбол қастарында гүл жинап жүрді. Кейін оны мұрнынан қан аққан Нұрболға сыйлады. Бауыры гүл шоғын лақтырып жіберіп, жылап үйге қарай жүгірді, ал кейін. Егер біздің адамдарды ұрса, қолыңа түсетін ең үлкен тасты алда, бастан ұр. Түсіндің бе, Бекбол? Түсіндім. Қаралы күз ауылдан көшіп кету туралы Аманжол жаз бойы ойлады. Тек шаруашылықсыз өмірді қалай елестетерін білмеді. Сондықтан қыста көшуге болмайды деп шешті. Бірақ қаскөйлер аз емес еді. Не біреу жеткізді, не жай ғана уақыты келді. Күзде Құдияровтардың үйіне суық қонақтар сау етіп жетті. Үйде тек Жәмила мен балалар ғана бар еді, ал олардың тұрғыны дәл осы күндері облыстық Кеңшар мектебіне кеткен болатын. Үйдің жанына 3 бірдей бос арба келіп тоқтады. Есікті дөрекі қағып қағаз ұсынды. Жәмила оқи алмайтын. Үйге бейтаныс 2 еркек кіріп, бұрыш-бұрышты тінтіп жатты, ал тағы 2-і малды айдап шығып жатты. Нұрбол, әкеме жүгір, ал сен, Бекбол, Мұратқа жүгір. Жәмила әкесінің осындай жағдайда айтқан нұсқауы бойынша әрекет етті. Балалар 2 жаққа тұра жүгірді, ал қыз Бекбол кеткен жаққа қарап, Мұратты күтумен болды. Әкесі егістікте, тым алыста үлгермейді. Ал Мұрат міне, қол созым жерде, тек сол ғана құтқара алады. Ол арбаларға байланған сиырлардың мөңірегеніне шошына қарап тұрды. Қорада еш дайындықсыз бауыздалып, ауланың ішімен қанды із қалдырып сүйретіліп жатқан шошқалардың шыңғырғанын естіді. Арбалар олардың мал мүлкіне толып жатты. Ал ол әлі де Мұраттың үйі жаққа телміріп қарап тұр еді. Мұраттың қорқақтығы Жәмиланың еріндері. Бізді құтқаршы, Мұрат. Қайдасың сен? Деп күбірлеп жатты. Ол ақыры жанұшыра жүгіріп келе жатқан Бекболды көрді. Ал үйде ме екен? Бала басын изеді, үйде екен. Бекболдың демігіп, шашы торғайдың жүндей үрпиіп кетіпті. Ол келе жатыр ма, келе ме? Иә. Қыз бауырының Мұратты үйінен тапқанына қуанып кетті. Жоқ деп Бекбол басын шайқады. Қалай жоқ? Сен оны шақырдың, ол үйде демек келеді ғой. Бірақ әңгіме тағы да айналып келді. Үйде, бірақ келмейді. Ал Бекбол барын салған еді, Мұраттардың үйінің есігін бар пәрменімен сабалаған. Есікті Мұраттың өгей шешесі ашып, өгей ұлын дауыстап шақырды. Бекбол Мұратты жеңнен тартып, далаға сүйремек болды, бірақ Мұрат оны күшпен үйге кіргізіп сәкіге отырғызды. Не болды? Түсінбей тұрмын, мені қайда сүйрейсің? Сабыр сақта, отыршы. Ол баланы сәкіге күшпен отырғызып, алдына еңкейді. Жүзінен зәресі ұшқаны, мазасызданғаны көрініп тұрды. Ешқайда барудың керегі жоқ.
Мә, қант берейін. Жейсің бе? Естідің бе? Отыр былай, жұлқынба, осында қал. Бәрін білемін, бірақ енді ештеңе істей алмайсың. Бірақ Бекбол сытылып шықты да зытып тұрды. Өгей шешесі басын шайқап тұрды, ал Мұрат сәкіге құлап бетін қос қолымен басты. Кешке үйінде әкесі үстелді жұдырығымен ұрып ашы судан сіміріп отырды, ал кейін өксіп жылай бастады. Пеш үстіндегі ұлдар тым-тырыс бола қалды, ал Жәмила әкесіне қарап, оның қаншалықты қартайып, аурушаң болып қалғанын бұрынғыдан да дер сезінді. Бірақ оны анасы қаттырақ шошытты. Көзінде бір тамшы жаста, еңіреген дауыста жоқ, тек крест белгісін жасап, құдды бір жолға жинала бастағандай болды. Анашым, біз көшіп барамыз ба? Көшеміз, Жәмилаш. Ертең соңғы торайды соямыз да, көшеміз. Көзі жасқа толған Жәмила кешкісін Мұраттың үйіне өзі жүгіріп келді. Тек ол үйде болмай шықты. Оның қайда екенін өгей шешесі де білмейді. Қайдан білейін? Егін жинау науқаны ғой, үйге көп келмейді деп өгей шешесі оған бұрылып та қарамастан дөрекі жауап берді. Ал кейін аулада оның артынан қуып жетіп құлағына сыбырлады. Оған үміт артпай-ақ қой, Жәмилаш, ол қорқады. Кімнен? Менен, сенен. Сендер енді олардың билігі үшін жаусыңдар. Жағылып қалудан қорқады. Жаулар, деп күбірледі де, айналасындағы ештеңені көрмей, бірақ бұған сенгісі де келмей, үйіне қарай баяу адымдады. Жоқ, бұл мүмкін емес. Мұрат оны сондай қатты жақсы көреді ғой. Үйге келіп, мас болып қалған әкесінің алдына үстелге құлай кетіп, еңіреп жылады. Аманжолда көз жасын тыя алмай, қызының басынан сипады. Кешір мені, ақымақты, сені Мұратқа бере салуым керек еді. Ақымақпын, ескішіл ақымақпын. Бұл сөздерден кейін іштегі мұң бұрынғыдан да бетер ушыға түсті. Тек анасы ғана сәл есеңгіреген әрі шаршаған күйде шаруамен айналысып жүрді. Ол жолға дайындалып қойған еді. Жәмила әке-шешесінің көшу үшін баяғыдан бері ақша жинап жүргенін білетін. Артық жұмсамай жинаған. Ол ақша сенімді жерде, бұрыштағы белгілердің артында тығулы тұрған. Бірақ олар өздері көшіп үлгермеді. Осы оқиғадан кейін 3 күн өткенде үйге мүлде басқа адамдар сау етіп кіріп келді. Тінту және төбелес олардың арасында қызыл орамал таққан әйел және олардың артель бригадирі Иван да бар еді. Ол көзін төмен түсіріп алыпты. Бұл жолы Аманжол үйде еді, бұрынғы досына сыздана қарады. Кешір, Афоня, тағы да сендердің артыңнан келдік. Мен Петрді күте тұруды өтініп едім. Ал ақша бар ма? Деп сұрады френч киген уәкіл. Олар ауыздарын ашып үлгергенше Бекбол басын изеп белгілерге қарай жүгіріп барып қолымен көрсетті. Ол бәріне ашық қарап жымиып тұрды. Ақшаны табуға көмектескеніне қуанып жүр. Анасының оны қайда тыққанын көрген еді ғой. Белгілерді жылжытты, бірақ ақша ол жерде болмай шықты. Демек бар ғой, Басқа жерге тықтыңдар. Өздерің бересіңдер ме, әлде тінту жүргізейік пе? Ақша жоқ. Аманжол түнерген күйде қарап тұрды. Люсияны шақыр. Әйелдердің белдемшесінің астында болады деп айғайлады бастығы. Әйелдерге тиіспе, деп ақырды Аманжол, бірақ оған ешкім назар аудармады. Үйге қызыл орамал таққан әйел кірді. Мәриям мен Жәмиланы бөлмеге қарай итерді. Дәл осы кезде Аманжол төбелеске тап берді. Иван оны тоқтатуға тырысып сабырға шақырды, ал келгендердің екеуі үй иесіне лап қойып, аулаға сүйреп шықты да жерге құлатып тебе бастады. Әбігер басталды. Кенет қайдан шыққаны белгісіз, қолына үлкен тас ұстаған Бекбол пайда болды. Ол бар пәрменімен тасты әкесін ұрып жатқандардың бірінің басына осып жіберді. Ол шыңғырып шетке қарай аунап түсті де, басын ұстап ыңырсыды. Содан кейін екіншісі қашпай тұрған Бекболды жағасынан алып, жоғары көтерді де, бар ашумен қорғанның түбіне лақтырып жіберді. Бала қатты соғылып, төмен сырғып түсті. Балаға қарай айғайлап аулаға жүгіріп кірген көрші әйелдер ұмтылды. Олар баланы тұрғызды. Бекбол есін жинай бастады. Аманжол өзін құлатқан адамды итеріп жіберіп аң сияқты ақырды.
рауны бәрібір байлап тастады. Енді ол өз ауласының ортасында қолдары байлаулы, беті қан жоса күйде жатты. Оны тінтіп ақша іздеді. Айналада жұрт тұрды, бірақ билікке қарсы келуге ешкімнің батылы бармады. Тек әйелдер ғана жылап аһ ұрды. Олардың қасында есі шыққан Бекбол мен жұдырығын түйген Нұрбол тұрды, ал анасы мен әпкесін үйдің ішінде тінтіп жатқан еді. Әйел оларға жаңадан жалаңаштануды бұйырды. Мәриям сабырмен және асықпай шешініп киімдерін әйелге лақтырды да қызына жігерлендіре қарады. Ал Жәмиланың қолдары дірілдеп, кофтасының түймелерін мүлде аша алмай, жалаңаштықтан ұялып, қолымен бүркеніп жатты. Ақша қайда, байдың тұқымдары? Ештеңе таппаған соң әйел сұрады. Іздеңдер деп Мәриям қолын жайды. Ал егер қызымды жігіттерге беріп жіберсекше? Адал еңбектен демалып сипап көрсін. Жәмиланың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Көздері екі көк көлі бір нүктеге қадалды, ал Мәриям бұл қауіптен еш қорықпағандай тек күрсінді. Өздеріңнің революционер әйелдерің жетпей жатыр ма, әлде барлық әйелді күштерің байларды құртуға кетті ме? Орамал тағып алыпсыңдар, өздерің еркектерден де сорақсыңдар. Ызаланған аналардан көзіңді ағызып алудан қорықпайсың ба? Жәмила анасын мұндай күйде ешқашан көрмеген еді, оның көк көздері кенеттен қап-қара болып кетті. Әйел оған суық қарап киімді тепті. Киініңдер, Сібірде бәрібір өлесіңдер, егер біздің жолмен жүрмесеңдер. Бұларға тіпті дұрыс жиналуға да мұрсат бермеді, асықтырды. Мәриямның алдын ала жинаған заттарының бәрі еденде шашылып жатты. Айырылысу келгендер ақша іздеді. Құдияровтардың қолынан келгенін тартып алды. Үй иесі қан жоса болып байлаулы күйде арбада отырды. Жәмила әкесіне қарай ұмтылды. Әке, әке деп қапқа қол жүгіртті, бірақ біреу оған таза ақ шәлі ұстатты. Ол әкесінің бетіндегі қанды сүрте бастады. Ол иесінен танып қалғанда еді. Жергілікті әйелдер отбасын шығарып салып, улап шулады, бірақ жай ғана қызық көруге келгендер де болды. Петр қайда екен? Дәл уақытын тауыпты ғой, деп жұрт аһ ұрды. Олар Петрмен сондай қатты ұрысып еді ғой. Қалай айтысты десеңші? Иә, Петр бұған жол бермес еді деп Нұр апа жылап жіберді. Балалар ғой, балалар, не болып жатыр? Ал Жәмила көзімен әлі де Мұратты іздеді. Ол бұл жерде не болып жатқанын білмеуі мүмкін емес. Мүмкін емес. Ол жолға қарап өзінің құтқарушысын күтті. Қайдасың сен, Мұрат? Бізді құтқаршы, деп үнсіз тіл қатты оның кешкі көлдей көк көздері. Тек Бекбол ғана аяғын тербетіп жымиып отырды. Тек көзі әкесіне түскенде ғана қорқынышты нәрсені өзінен аластатқысы келгендей көзін жиі жыпылықтататын. Бірақ көзін тайдырып әкетсе, бәрін ұмытып тағы да жымиятын. Нұрбол бүрісіп отырды. Оның қасына достары, ауыл балалары жиналды. Ол өзін қалай ұстарын білмеді. Оларды мазақтап тұрма, әлде аяп тұрма. Тек арбалар қозғалғанда ғана Мұрат Шыныбаев. Нұрбол, қайтып кел, біз сені күтеміз, деп айғайлады. Содан кейін ғана Нұрбол арқасын тіктеді. Жоқ, мазақтамайды, аяйды. Мұрат түнді егістікте өткізді. Балалық шақтағы досы Митя ауылда не болып жатқанын әдейі хабарлауға келгендей болды. Ол оның бірінші рет келуі емес еді. Айыптайсың ба? Иә, деп сұрады ол Митядан. Иә, бұл сенің ісің. Митя ашулы еді. Айыптайсың, көріп тұрмын. Сен жай ғана мына біздің ортақ ісіміздің мен үшін не екенін елестете алмайсың. Елестете алмайсың. Мен де, бәлкім, Петр сияқты партиялық мектепке баратын шығармын. Тек таза болу керек. Білмеймін. Маған сондай қалыңдық бұйырса, мен, білесің бе? Әжем сенің әкең туралы айтып еді. Оңбаған адам екен. Ол сенің анаңды ауруханаға апармаған, өйткені арбаға ақшаны қимаған. Өзі оның түбіне жетті. Үндеме, неге әйелдердің өсегін мұнда қаузап отырсың? Мен де солай ойлағанмын, ал қазір бұл шындық деп ойлаймын. Сен де сондайсың.
Митя бұрылып жолмен жүріп кетті. Мұрат оның артынан қарап қалды. Ештеңе етпейді, өзінше біреу. Ал ол өзін сақтауға мәжбүр. Ол Петр Шаров сияқты, тіпті одан да жоғары болғысы келеді. Митрофановкада Петрді бірнеше артельді бірден біріктіретін үлкен ұжымшардың төрағасы болады деп айтып жүрген. Мұраттың бұған демі ішіне түсіп кетті. Міне нағыз іс. Ал оның алдында бүкіл өмірі тұр ғой. Олар ұзақ жүрді. Аманжол солай жабырқау күйде түңіліп отырды. Мәриям оған кейіп есін жиюын, соншалықты уайымдамауын өтінді. Сібірде де адамдар тұрады ғой. Өмір сүреміз, естідің бе, Аманжол, өмір сүреміз деймін. Өмір бойы ол күйеуіне оның мықты сөзімен иығына арқа сүйіп келген еді. Ал енді уақыт келген сияқты. Аманжол қартайды, тағдыр оны сындырды. Енді оның өзіне қолдау керек, бірақ Мәриямның өзі де қалай жететіндерін түсінбеді, өйткені азық-түліктері тым аз еді. Және бұл Сібірге дейін қанша жүретіндерін де білмеді. Бір нәрсені ғана білді. Балалар мен күйеуі тірі қалу үшін ол бәрін істейді. Кедей сияқты қайыр сұрап қол жаяды, бірақ жеткізеді. Бірақ Аманжол үндемеді, көзін жұмып отырды. Құдды бүгін оның бүкіл өмірін суырып алғандай еді. Әке, жетеміз, естідің бе, анам не айтып жатыр? Деп Жәмила оның бүйірінен түртті. Әне, Бекбол да қуанып отыр. Бірақ көп ұзамай қуанышты Бекбол да, Нұрбол да анасы мен әпкесінің тізесінде ұйықтап қалды. Олардың өздері де қалғып кетті. Бұл жол тым ұзақ болды. Анашым, ал ақша қайда? Үйде қалды ма? Иә, үйде, деп күрсінді Мәриям. Олар көз жазбай қарап тұрғанда қалай алмақсың? Ақшасыз қалдық, Жәмилаш. Ал Петрдің бөлмесінде, оның белгісінің артында ше. Ол жерден анық таппайды деп ойлаған. Және таппады да деп жымиды, ол бір нәрсеге, тіпті отбасы мүлде ақшасыз қалса да. Ақша бәрібір билікке, артель старостасы Петр Шаровтың қолына түседі ғой. Олардың артынан тағы да сондай тәркіленгендер мінген арба қуып жетті. Олардың арасында тым кәрі бір кемпір бар еді. Ол арбада жатты, мұрны сүйірленіп, көздері қап-қара шұңқырға айналып кеткен. Ол үнсіз аспанға қарап еріндерін жыбырлатты. Станцияға жақындағанда кеш батып бара жатқан еді. Паровоздар алыста гүрсілдеп өтіп жатты. Айналада қарулы адамдар жүрді, тәркіленгендер жол жиегінде қалды. Біреулерді арбада қалдырды, бірақ көбі жай ғана шөп үстінде отырды. Жәмила айналасына көз тастады. Балалары бар жүздеген адамды қарулы отряд күзетіп тұрды. Жаңадан келген арбада әбігер басталды, кемпір қайтыс болыпты. Жәмила неге екенін белгісіз, бұл жақсы болды деп ойлады. Сәтімен болды. Бәлкім ол Құдайдан осыны сұраған шығар. Түнді олар осында өткізді, от жақты, кезекпен ұйықтады. Дымқыл әрі суық еді. Бәрі отқа тығылып, балаларды сонда орналастыруға тырысты. Ал Жәмила мүлде ұйықтай алмады. Ол әлі де жолға қарап Мұратты күтті, бірақ енді кеудесіне мұң ұялады. Ол келмейді. Ол біледі, сондықтан тығылып жүр. Олар енді жаулар. Ал ол өз есімін, ісін тым жоғары бағалайды, жағылып қалудан қорқады. Енді оған осындай қызыл орамал таққан әйел керек, ол емес. Жәмила ешкімге көрсетпей көз жасын сүртті де күш жинады. Мұрат келмейді, үміт артар ешкім жоқ. Енді не істемек? Әкесі құлады, ал анасы жалғыз, өзі шамасы келмейді. Оның ата-анасы бұдан бұлай жас емес. Таңертең ол күзетшіге жақындап, тіпті көзін қысып, суы бар темір шәйнекті алып шықты. Таңертең олар шаршаңқы күйде оянды, есесіне Жәмиланың қамқорлығымен шай ішіп алды. Пойыз түске таман келді. Оларды ұзақ уақыт тізімге алып, араластырды, шаршаған адамдарды бір топтан екінші топқа ауыстырып, бірнеше сағат бойы аттандыруға дайындады. Күзетшілер ашықтан ашық мазасызданды, олар да шаршаған еді. Оқ атылып, адамдардың айғайы естіле бастады. Ақыры вагондарға тиеу басталды. Біз малмыз ба, немене? Деп әйелдер айғайлады. Біз ол жерде өлеміз ғой. Күзетшілер тағы да айғайлап оқ атты. Тағы да кідіріс.
Топ ішінде сөз таралды. Вагондар малдан кейін жуылмаған, ал соған адамдарды салып жатыр. Шудан қасыңда тұрған адамның даусы естілмейді. Топ вагондарға қарай қысылды. Кенет, ал Бекбол қайда? Бекбол. Алдымен оны Нұрбол іздеді. Бекбол. Бекбол. Мәриям артқа қарай ұмтылды, бірақ қарулы солдаттар оны жібермеді. Ол жұлқынып айғайлап өз адамдарына қарай бұрылды. Дәл осы кезде оның шынтағынан біреу қатты ұстап алды. Ол мұны күзетші деп ойлады. Ашумен қолын жұлқып алды. Ұлым, ұлым, деп түсіндіру үшін бұрылды. Мәриям бұрылып қарады. Оның шынтағынан Петр ұстап тұр еді, ал қасында Бекбол бар. Петр оларды іздеп айғайлап Аманжол ағаны, Мәриямды, Жәмиланы шақырып жүреді. Бірақ шудың кесірінен олар оның дауысын естімеді, ал ол оларды мүлде таба алмады. Кенет оның аяғына Бекбол жабыса кетті. Ол топтың аяғының астымен өтіп үлгерген екен. Бекбол, анаң қайда? Бекбол топты көрсетіп тартты. Тек ол ғана топтың шуының арасынан Петрдің таныс даусын ести алды. Аманжол аға, енді ештеңе істей алмаймын. Ештеңе істей алмаймын деп Петр қатты дауыспен түсіндірді. Бірақ Жәмиланы алып кете аламын. Тек Жәмиланы ғана. Мен оған үйлендім. Міне, үйленіп үлгердім, әйтпесе бермеседі, жібермеседі. Ол кетелінің қалтасына қол жүгіртіп қағаз шығарды да Аманжолға ұсынды. Бірақ ол оны оқыған жоқ. Қысылыс бір жерде тұруға мүмкіндік бермеді. Аманжол қызын Петрге қарай итерді. Мә, мынау да сіздікі деп Петр Аманжолға орамалға түйілген ақшаны ұсынды. Өздеріңізді күтіңіздер. Ол Жәмиланың қолынан ұстап қағазды күзетшілерге көрсетіп топтан шығарып әкетті. Ал ол әкесіне, анасына, бауырларына бұрылып қарай берді. Құшақтап қоштасуға да үлгермеді. Ол жалпы ештеңені түсініп үлгерген жоқ еді. Міне, бауырым деп Петр қағазды күзетшіге ұсынды. Міне, мұнда қаулы бар. Әйелім, бұл қателік кетті. Мен Кеңшар мектебіне сапарға жіберілгенмін, ал бұл әйелім деп Жәмиланы көрсетті. Қателік болды. Сіздердің бастықтарыңыз қайда? Оларды арбаның қасына жіберді, оның жанында мұртты кісі түнеріп тұр еді, адамдарды тию үдерісін бақылап тұрған. Ол қағаздарды оқып, қоршаудан шығару үшін өз адамдарына белгі берді. Не болып кеткенін періште білсін, деп ол сөгінді. Петр Жәмиланы қоршаудан шығарып артына бұрылды. Күте тұр осында, деп мұртты кісіге қарай жүгіріп кетті. Петрдің өзі де қазір өзіне ұқсамай тұрған еді. Ол мазасызданып асықты. Жүрегі жиі соқты. Ол қаладан келе жатқанда көзі жасаураған сүтші Поля апайды жолықтырған еді. Оқиғаны естіген соң күймешіні үйге қарай қуды. Аулаға келгенде шошып кетті. Құдияровтардың бөлмесіне жүгіріп кіріп бәрін түсінді. Кейін өз бөлмесіне асығыс кіріп сөмкесін тастап бір нәрсені алды. Шығып бара жатып кенеттен Лениннің суретінің қисық ілініп тұрғанын көрді. Оны қабырғадан тез алып тастады, ал артындағы шегеде Мәриямның орамалына түйілген түйін тұр екен. Кедергі болып тұрған сол екен. Оны жұлып алып, Никитовкадағы болыстық бөлімге қарай шапты. Ол жерде оның азамат соғысынан қалған ескі досы жұмыс істейтін. Ох, тәуекелшілсің ау, Петя, олар біздің адамдар емес қой енді деп ол басын шайқады. Тез жаз, үйлендір деп Петр оны асықтырды. Көп ұзамай ол вокзалға бір сәтте шаруа болып шыға келген заңды әйелі Жәмила Құдиярованың артынан шапты. Ол мұртты кісіге қайтадан жақындады. Досым, көмектесші, әйелімнің бауырлары бар, біреуі мүлде ауру, жылап жатыр. Балалар сіздердің тізімдеріңізде жоқ қой, тым кішкентай. Беріңізші. Сен жындысың ба? Маған контрреволюцияны таққын келіп тұрма. Қойшы, мен азамат соғысынан бері партиядамын ғой, ал ол бала менікі емес. Сенікі емес дейсің бе? Ол қазірдің өзінде күмәндана бастаған еді. Ол мына құрамның тезірек аттанып кеткенін қалады. Ол мына бір көңілсіз шеруден сондай қатты шаршаған еді. Маған оларды алып келде, қағазды көрсетесің деп мұртты кісі шаршаған күйде қол сілтеді.
Петр тағы да топтың арасына қойып кетті. Егер үлгермесе, егер оларды тиіп жіберсе, кейін мүлде таба алмайсың. Алыстан айғайлай бастады, бірақ енді Бекболды шақырды. Ол кеміс болса да мүлде саңырау бала емес еді. Бекбол. Ақыры көрді, Мәриям оған қолын бұлғап жатыр еді. Аманжолда оның жағына қарап тұр екен. Олар дәл вагонның алдында тұрған еді. Бәрін итеріп жіберіп, Петр сонда ұмтылды. Балаларды әлі алыстан демігіп, «Мен балаларды аламын», деп айғайлап оларға жетті. Олар Жәмиламен және менімен бірге болады, ал сіздер шыдаңыздар. Бұл менің сіздер үшін істей алатын соңғы нәрсем. Жәмиланы да ренжітпеймін, уайымдамаңыздар. Мәриям балаларға қарай еңкейіп, бірін, содан кейін екіншісін қатты сүйді. Оны Аманжол ысырып тастады, оның қимылдарында тағы да күш пайда болды, оның немқұрайлығы мен әлсіздігі ғайып болды. Петрмен бірге болыңдар, Петрмен және Жәмиламен бірге, түсіндіңдер ме? Оның айтқанын тыңдаңдар, ал сен, Нұрбол, бауырың мен әпкеңді қорға. Паровоз ашы дауыспен ысқырды. Балалар селк ете қалды. Петр Бекболды қолына көтеріп алды, ал Нұрболды қолынан қатты ұстап топтан шығарып әкетті. Аманжол әйелінің артынан вагонның алаңқайына көтеріліп, артына бұрылып қарады. Қоршаудың артында Петрмен бірге оның өз балалары тұрған еді. Петр денелі, кең иықты, Бекболды иығынан ұстап тұрды. Сенімді ұстап тұрды. Оның сол жағында жас, сұлу қызы тұрды, ал оң жағында кішкентай Нұрбол бар еді. Сонда Аманжол адам қандай билік болса да, ең алдымен адам болып қалуы керек деп ойлады. Ол әдемі ойлай алмайтын, бірақ бұның сырттан емес, адамның ішінен, жанынан шығатынын түсінетін. Петрге ол сенді. Ол Мәриямға бұрылды. Ол да балаларға қарап тұр еді, оның көк көздерінде мұң жоқ еді. Онда сенімділік бар еді. Ал Мәриямды алдай алмайсың. Кеттік, Мәриям. Ол оны сасық вагонның ішіне қарай итерді. Енді оның міндеті оған, оның Мәриямына қамқорлық жасау. Ал Петр үмітті ақтайды. Достар, менің арманымның орындалуына сіздердің азғантай ғана көмектеріңіз керек болып тұр. Әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп қойсаңыздар өте қуанышты болатын едім. Комментарияға қай ауданнан көріп отырғандарыңызды және де өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.